ақпараттық технологиялар университетіне республикамыздың әр түкпірінен келген оқушыларға арналған журналистика және экономика пәндерінен олимпиада өтті. Осы сәтті пайдаланып, біз оқушылардың журналистикаға деген қызығушылығын байқап көрдік. Сәлем, сенің атың кім? Менің аты-жөнім Төкежан Шынар. Менің атым Аманжан Арайлым. Мадина. Камила. Менің атым Болот. Менің атым Жаныс. Бекетай. Аятбек. Балғабай Расыл. Журналист болғың келеді ме? Журналист болуға болады. Әрине, ол менің кішкентай кезімнен арманым. Жоқ. Журналистика немесе актерлік шеберлік? Көбінесе актерлік шеберлік. Журналистика. Журналистика. Қиналам жауап беруге. Журналистика. Актерлік шеберлік. Журналистика. Хату немесе казу? Хату. Хату. Хату? Хату. Хату. Казгу. Ортасы ма? Соңғы жазған шығарма? Менің таңдауым хату. Мен неге грантқа лайықпын? Ұстаз Ұлы Тұлға? Мен жаңа эссе жаздым дейді. Каникулдан істедім. Соңғы естіген жаңалығы? Бүгінгі болған Астанадағы темір жолдағы оқиға. ITU университетінде олимпиада болатын. Жаңа жоқ ең, тыныш барға. Өзбекстан соғыс болды. Ағам милен чақты. Өзбекстан соғыс болатыр дейді, бірақ өтірік ол. Бүгін қандай қызықты оқиға болды? Олимпиада алдында әзілдер көбінесе ұнады. Осы электронды журналистикаға екінші турға өткенімді тек қана кеше білдім, сондықтан ұшақпен осы Алматыға келуіме тура келді. Айнан алдына күнде мен қолымнан келеді деп, сондай қызықты сәттер болды. Ең қызықты оқиға, мен осы олимпиадаға келу үшін басқа қаладағы 2 олимпиададан бас тарттым. Мен жаңа кіріп келетқанда өз есімімді ат жөнінде табу қиын болды отқан кісіге. Сосын мен өзім тауып бердім. Азында ұйықтап қалыппын. Ұйықтап қалыпсың? Үлгердің ба? Үлгердім. Біз 2 күн жай жүрдік қой, әні байлауында. Ертеге алып, Алматыға сабақтан қалып дегенде. Журналистке ең алдымен не керек? Жаңалықтарды көп білу керек. Журналистке ең алдымен сөз байлығы керек. 99% еңбек, 1% таланттылық керек. Түр керек, сөйлеу керек, дикция керек. Журналистке алдымен өткір тіл керек. Журналистке сыни тұрғы ойдау және де тіл байлығы, сөз шеберлігі. Журналистке сөздік қор керек. Сөз шеберлігі. Журналист қалай киіну қажет? Салмақты, әдемі. Журналист кеңсе стилінде киіну керек. Ресми стилде киіну керек. Журналист жақсы киіну керек, себебі ол халық алдында жүретін адам. Жақсы киіну керек. Ол әр жерде әртүрлі. Мысалы, оның баратын жеріне байланысты. Әр кезде әртүрлі. Әдемі киіну керек, үнемі әдемі киіну керек. Неге журналистикада ұлдар аз? Себебі олар журналистиканы көбінесе қыздардың жұмысы деп ойлайды. Ұлдар көбінесе жаңағы әдебиетке жақын болмайды да, өзінің сөзге шорқақ болып келеді де, сондықтан олар таңдағысы келмейді. Себебі қыздар ұлдарға қарағанда мінезі жағынан мықты болып келеді. Ұлдар өйткені көбінесе ұялшақ болып келеді. Сол себепті де аз деп ойлаймын. Ұлдар көп сөйлегенді ұнатпайды. Өйткені қыздар көп барады. Өйткені қызықпай шаралдар. Журналист түсірімге немен барады? Камерамен барады. Көлікпен. Машинамен. Өзінің операторлармен. Футболкамен. Микрофон, камера. Журналист активист. Енді сіздің нұсқаңыз. Журналист оператор. Активист. Ақиқаттың жаршысы. Журналист талантлық. Журналист позитивті. Эксподағы символдардан кім ұнайды? Қуат. Шолпан ұнайды. Шолпан дейтін тәтем өретін. Сенің маған футболкаң қатты ұнап тұр, маған берерсің бе? Жоқ, ұнамаған да ұнайды. Ол өзіме естелік ретінде қалуға тиіс. Әрине. Бере алмаймын, маған өзіме естелік болып қалады. Өзіме керек. Ішінде ештеңе жоқ. Берем. Егер сен журналист болсаң, көрермендермен қалай қоштасар едің? Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше сау болыңыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар, келесі кездескенше. Жақсы жаңалықпен кездескенше қош сау болыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Сол болашақ айқын, тағдары анық, еліміздің жастары аман болсын. Сіздермен болған Орынбасар Аятбек. Сау болыңыздар достар. Сіздермен болған мен Балғабай Расыл. Естеріңізде болсын, әрбір жаңалық біздің назарда. Келесі нысан сіз болуыңыз мүмкін. I'm in love with the shape of you.